Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі жастар халқымыздың болашағы, еліміздің ертеңі. Оқушылардың ой өрісін кеңейтіп, шығармашылығына шабыт беретін тіл тынық ойдың кәусары атты ақындар мүшәйрасына қош келдіңіздер. Мүшәйрамыздың мақсаты оқушылардың дүниетанымын кеңейту, әдеби, көркем, мәдениетті сөйлеуге дағдыландыру, мәнерлеп оқуын дамыту. Атадан балаға мирас болып қалған байлығымыз, қазынамыз туған тілге, көркем әдебиетке, оның ішінде поэзияға деген құштарлығын арттырып, өлең сөзінің құдіреті мен қуатын жанымен сезініп, жүрегімен түсіне білуге үйрету. Шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамдарын, тума талант, табиғи дарындарын анықтау, өзіндік менін қалыптастыру. Бұл байқаудың бағалау критерийлері, ескертулер алдын ала жетекші мұғалімге және қатысушы оқушыларға таныстырылған болатын. Ендеше кезегімізді ән мен күйді төгілтіп, інжу маржан шашатын, көрерменді таңдандырып, жырдан күмбез жасайтын жас қаламгер ақындарымызға берсек. Барлықтарыңызды Қазақстан Республикасының Тілдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және осы Тілдер күні мерекесіне орай өзімнің шығарған жеке авторлық өлеңім бар еді. Соны мәнерлеп оқып берсем деймін. Ана тілім ғажайып. Ана тілім, баба тілім ғажайып. Тіл жайында көркем сөздер жазайық. Онсыздағы құрметтейтін өз тілін бара жатыр ұрпағымыз азайып. Саналатын аманаты бабамның, ана тілі ғой ол анамның. Осы тілде ана мәлде айтқан соң, тек қазақша ойлай ғана аламын. Тіл жайында әлі де көп айтарым, болашағын тілімнің көп ойладым. Ән мен жырлар қазақ тілде төгіліп, желбіресін көкте әркез байрағым. Ұлы Абай, шәкәрімдер жолбастар, сүйе алмасақ, ұлтты бойда болмас ар. Болашағы елдің біздер сондықтан, тек қазақша сөйлейікші біз жастар. Ана тілім арым менің ардағым. Ана тілде бесік жырын тыңдадым. Ана тілде ән жырымды жырладым. Ана тілде сөйлеуден еш танбадым. Ана тілім қазақ тілі тәуелсіз. Ана тілде сыйласамыз сізбен біз. Қазақ тілде жырланады тарих пенен әніміз. Өзге елден ерекшелер қазақ тілі сәніміз. Келіп қапты мерекесі тілімнің, қазақ тілі берекесі елімнің. Құтты болсын күні ана тілімнің, тілімменен жарқын менің болашақ пен бүгінім. Барлықтарыңызды 22 қыркүйек Қазақстан Республикасы мемлекеттік тілдер күнімен құттықтаймын. Ана тілі қымбат маған, ана тілім бал тілім, қымбат маған дана тілім, ар тілім, қымбат маған ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тілім, алтыным. Алматы облысы Қарасай ауданы Шымалған бекеті 8-ші сынып оқушысы мен Сәбитова Венера Оралбайқызымын. Тілдер мерекесіне арналған менің шығармашылық өлеңім. Бабалардан қалған бізге аманат, менің тілім көрнекті де ғажап тіл. Талай ғасыр өтсе тағы өшпеген менің тілім тәуелсіз де азат тіл. Ғасырларды артқа тастап қаншама, асан қайғы сөйлеп өткен шешен тіл. Төле Қазыбек Әйтекедей бабалар ел басқарып билік еткен көсем тіл. Әй қазағым, тарихыңды саралап, өз тіліңнің ғажаптығын содан біл. Ежелден қадірлеген ел бесігін, ұмытпаған айбынды ер есімін. Қазақ халқы құрметті биік тұтып, әрдайым ашық қойған есігін. Туғаннан жатқа білген анам тілі, сенімен анықталар қазақ тілі.
Тұрса да неше түрлі тілде сайрап, ұмытпайды жастарым туған тілін. Ана тілім арымда, намысымда, онсыз өспес бұл жерде қамысымда. Үйренбесен, ана тілін білмесен, көбеймейді онсыз да ырысыңда. Тілі, ана тілі, аялаймыз, бағалаймыз, құрметті тұлпасы ешқашанда ұмытпаймыз. Ерекше тіл, қазақ тілі, үлгі тұта, мен сені мақтанамын, әрқашан елім бар деп, жерім бар деп. Қазақстанның қасиетті туы мәңгі желбіресін, күніміз мәңгі сөнбесін деп жырлайтын жас ақындарымыздың өнерін бағалап, марапаттау үшін сөз кезегі Әділқазылар алқасына берілді. Әділқазылар алқасы өзара ақылдаса келіп, 3 оқушыны нағыз марапатқа ие оқушылар деп анықтады. Биіктерден көрініңдер ақындар, халқыңа тек жырмен шашу шашыңдар. Өлең жолын тастамаңдар ешқашан, ақындықтың асуынан асыңдар дей отырып, бүгінгі жыр мүшәйрасына қатысқан барлық жас ақындарымызға үлкен алғысымды білдіремін. Әрқашан сәттілік серіктеріңіз болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.